Қайырлы күн достар, сіздер сырсыз пицца дайындап көрдіңіздер ме? Онда видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен жылы сүтті ыдысымызға құямыз. Үстіне бір жұмыртқа саламыз. Кішкене тұз саламыз татымына қарай. Қант саламыз 10 грамм. 10 грамм дрожь саламыз. Және 30 грамм сұйық май құйып, үстіне ұн салып, қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болады. Қолға жабысқақ болу керек. 450 грамм ұн салып, қамыр иледім. Видеоның астына пиццаның рецептін жазатын боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Бұл тәсіл бойынша үйде балалар пицца сұрап қалса, сыр болмай қалған жағдайда осы тәсілді пайдаланып жасасаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Міне көріп отырғаныңыздай, қамыр өте жұмсақ, қолға жабысқақ болып шығады. Осының бетін жауып, көтерілуге қоямыз. Ал сырдың орнына мен не қолданамын, соны қазір көрсететін боламын. 2 қасық майонез аламыз ас қасықпен, және үстіне бір жұмыртқа салып, татымына қарай тұз, бұрыш, қызыл бұрыш, қара бұрыштан қосып араластырсаңыздар болады. Осыны сырдың орнына қолданатын боламыз. Жасап көріңіздер. Енді пиццаны пісіретін ыдысымызға қамырымызды қолмен жаямыз. Қамырымыз өте жұмсақ, жаюға ыңғайлы. Міне қамырды мен 3 бөлікке бөліп жасадым. Өте жұқа қылып жайыңыздар, сонда жақсы піседі, өте дәмді болады. Мендегі 26 формалы ыдысқа пісірдім, сондықтан мен 3 бөлікке бөлдім қамырды. Егер де сіздің протеиніңіз үлкен болса, онда 2-ге бөліп, 2 пицца жасауға болады осы қамырдан. Соусын, начинкаларды, үйде қандай заттар бар, солмен салып жасай берсеңіздер болады. Мен балалар жақсы көретіндей вареный колбасаны және помидорды қосып жасадым. Және үстіне осылай жұмыртқалы массамызды қасықпен құйып шығамыз. Содан соң 200 градуста пісіретін боламыз. Міне біздің пиццамыз дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ болды. Жасап көріңіздер.